Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Бұл видеода 2026 жылы Vibe Coding'ке кірудің толық схемасымен бөлісетін боламын. Ал ендеше кеттік. Қараңыздар, дәл осы видео үшін дәл осындай әдемі презентация дайындадым, яғни Vibe Coding'тің көмегімен әрине. Қараңыздар, дәл осы видео примерно 20-25 минутқа созылады. Нөлден толық түсінік, яғни дәл қазір сіз Vibe Coding дегеніміз не? Қалай кіреміз деген секілді бір сұрақтар пайда болып жатса, осы видеодан кейін сізде толық түсінік қалыптасатын болады. Теория және практикамен бөлісетін боламын, сондықтан да дәл осы видеоны соңына дейін қараңыздар. Бұл видеодан жалпы не аласыз? Vibe Coding дегеніміз не деген сұраққа толық жауап аласыз. Нарықтағы Vibe Coding инструменттерін білетін боласыз. Қандай инструменттермен Vibe Coding жасап, әртүрлі өнімдерді шығаруға болатынын осы видеода былайша айтқанда танысатын боласыздар. Не жасауға болады, яғни осы Vibe Coding'тің көмегімен қандай өнімдерді шығаруға болатынын осы видеода айтатын боламын. Және де неден бастау керек? Қадам-қадаммен пошагово сіздерге былайша айтқанда түсіндіріп беретін боламын. Ал ендеше бастайық. Ең бірінші қазіргі кездегі адамдардың ойларымен бөліскім келіп тұр. Көп адамдар Vibe Coding'ке қызығады қазіргі кезде, бірақ неден бастарын білмейді. Интернетте өте көп информация бар, YouTube'қа Vibe Coding деп жазсаңыз өте көп информация шығады, бірақ нақты қадамдар түсіндірілген видеолар жоқ. Код жаза алмаймын, қолынан келмейтін шығар деген секілді көп адамдар осылай ойланып жүр. Vibe Coding деген код жазуды үйрену шығар деген секілді көп адамдар дәл осылай ойланып жүр екен. Үйренсем де заказ таба алмаймын деген секілді адамдарда қорқыныш бар. Яғни былайша айтқанда система жоқ, неден бастарын білмейді. Солай былайша айтқанда Vibe Coding'ке былайша айтқанда қадам аттай алмай жүр Vibe Coding'ке қарай. Дәл осы видеода осы сұрақтардың, осы қорқыныштардың барлығын алдын аламыз. Осы сұрақтардың барлығына толыққанды жауап беретін боламын, сондықтан да видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен Vibe Coding дегеніміз не? Қараңыздар, осыдан 2-3 жыл бұрын кодты тек қана программистер жазатын. Және де осы кодты жазу үшін программистер 4 жыл, 5 жыл оқып, университетте оқып, одан кейін әртүрлі курстарды оқып, тәжірибе жинап, одан кейін былайша айтқанда код жазуды бастайтын. Python, JavaScript деген секілді әртүрлі былайша айтқанда программированияның тілдерін үйреніп, солай былайша айтқанда өздерінің 4-5 жыл уақыттарын кетірген болатын. Бұрындары сайт жасату немесе жаңағыдай бір приложение жасату өте қымбат болатын. Мысалы бір приложение жасату үшін кәсіпкер әртүрлі жаңағыдай программистерден тұратын команданы жалға алып, оларды жұмысқа алып, одан кейін оларға 10 миллион, 15 миллион теңге ай сайын зарплата төлеп, солай бір приложениені шығаратын. И то ол 1 айдан кейін емес, 2 айдан кейін емес, жарты жылдан кейін ол приложение былайша айтқанда жарыққа шығатын. Ал қазіргі кезде сен адам тілімен айтасың, ал AI код жазады. Яғни сен просто өзің маған сайт керек, дәл осындай шрифтармен, дәл осындай дизайнмен деген секілді өзің қарапайым тілде түсіндіресің, ал искусственный интеллект ол өзі технический части, яғни код жазуды, ар жағындағы бүкіл арт жақтағы бүкіл моменттердің барлығын өзі қазіргі кезде жасай алады. Продукт дайын, сен тексересің. Өзіңе ұнамаған жерлерін искусственный интеллектке айтасың, мынаны түзет деген секілді. Искусственный интеллект өзі код жазып, ар жағын түзетіп беретін болады. Оқу жылдарда емес, 1 ай жеткілікті. Яғни, жаңағыдай айтқандағыдай программист болу үшін бұрындары 4-5 жыл уақыт кететін. Ал қазіргі кезде 4-5 жыл оқыған программистке жетіп алу үшін сізге тек қана 1 ай уақыт керек. Яғни, Vibe Coding'тің базасын, системасын үйреніп алғаннан кейін сіз 4-5 жыл оқыған программисттің деңгейімен былайша айтқанда код жаза алатын боласыз Vibe Coding'тің көмегімен. Қазіргі кезде фокусты кодқа емес, нәтижеге былайша айтқанда қоятын боласыз. Яғни нақты бір өнімнің, сапалы өнімнің шығуына былайша айтқанда фокусты қоясыз. Яғни бұдан шығатын қорытынды Vibe Coding дегеніміз AI-ға адам тілімен тапсырма беріп, дайын продуктыны жасау тәсілі. Кодты AI жазады, сен тек қана процесті басқарасың. Қалай жұмыс істейді? Мысал ретінде түсіндірейін. Сіз айтасыз, маған салонға сайт керек дейсіз. Сізде мысалы салон красотыңыз бар, сіз айтасыз, маған сайт керек дейсіз. Дәл осындай запись формасы, бағалары, WhatsApp кнопкасы, дизайны осындай болу керек, осындай жерінде осындай фото болу керек деген секілді қарапайым тілде айтасыз. AI өзі код жазады, файлдарды жасап, дайын қылып береді. Сен тексересің, ұнамаған жерін айтасың, AI өзі тексереді. Дәл осылай процесс жүретін болады. Сен ешқандай код жазбайсың. Мен осыған дейін бірнеше продукттар жасадым, неше түрлі сайттар жасадым, агенттер жасадым. Бір жол, яғни бір строка код жазбадым, бір нүкте даже код жазбадым. Дәл осы жерде бір мысал келтіргім келіп тұр. Сенің ролің заказчик және режиссер. Мысалы, құрылысты алатын болсақ, сен кірпіш қалауды білмейсің, бірақ қандай үй керегін анық білесің. Неше бөлме, қай жерде кухнясы болу керек деген секілді. Ал кірпішті мастердің өзі қалайды.
Vibe кодингте де дәл сондай. Сен не қалайтыныңды айтасың, ал AI өзі дальше кодты жазады, технический частьты өзіне алатын болады. Жалпы видеоның ең маңызды тұсына келдік. Қараңыздар, нарыққа тоқталатын болсақ, қазіргі кезде осы әлемге Vibe кодинг деген ұғымды алып келген бірнеше компания бар. Соның топ 3-ін таныстыратын болсам, бізде ол Anthropic, CloudCode деген Vibe кодингпен айналысуға болатын инструментті шығарып берді бізге, яғни программаны. Қазіргі кезде мен сіздерге айтайын, 80-90% әлемдегі Vibe кодерлер, яғни Vibe кодингпен айналысатын адамдар осы CloudCode арқылы Vibe кодингпен айналысады. Яғни код жазады. CloudCode деген осындай программа бар. Оның шығарған компанияның аты Anthropic деп аталады. Келесі компания бұл OpenAI. Бұл өздеріңіз барлықтарыңыз білесіздер, ChatGPT. Сол ChatGPT деген приложениені шығарған компания OpenAI. Дәл осы OpenAI-дің код жазуға арналған программасы бар. Яғни ChatGPT деген қарапайым чат болса, соның код жазуға арналған программасы бол. Ол аты Codex деп аталады. Келесі бәріміз білетін Google деген компания, оның Antigravity деген код жазуға арналған программасы бар. Енді қараңыздар, дәл осы жерде өте маңызды нәрсені түсіндіргім келіп тұр. Оны мысалы ретінде былай түсіндірейін. Қараңыздар, біз барлығымыз білеміз, машина жалпы неден тұрады? Ең бірінші, машинаның ең маңызды бөлігі бұл машинаның моторы, иә. Ал қалған жаңағы дөңгелегі, фары, кузовы, ол былайша айтқанда екінші пландағы нәрселер. Ең маңызды нәрсе бұл мотор. Машина моторсыз жүре алмайды. Дәл сол секілді біздегі CloudCode, Codex, Antigravity деген нәрселердің барлығы ол жай ғана корпус, яғни оболочка. Ал ішіндегі модельдер ми, яғни осы, мысалы, ChatGPT-ге сіз сұрақ қоясыз ғой, мысалы, пельмен қанша минутта қайнатылады деген секілді сұрақ қойсаңыз, ChatGPT не арқылы ойланады? Ол ми, яғни ішіндегі модельдер арқылы ойланады. Мысалы, CloudCode-қа дәл солай, мысалы, код жазып бер дейтін болсаңыз, ішіндегі Fable, Opus, Sonnet деген секілді модельдер арқылы ойланып, сізге код жазып береді. Мысалы, Codex-ке баратын болсаңыз, тоже сайт жасау керек деп айтатын болсаңыз, ол GPT-5.6 деген модель, яғни соңғы осы бір айдың көлемінде шықты, өте мықты модель. Осы модельмен былайша айтқанда код жазып береді. Antigravity Gemini 3.5 деген модельмен код жазады. Қазіргі кезде мен сіздерге айтайын, передовой дейді ғой, яғни ең мықты модель, ең ақылды модель қазіргі кезде Fable 5. Ал соңғы осы 2 аптаның көлемінде GPT-5.6 шықты, ол да осы Fable-дың былайша айтқанда қатарлас. Екеуі де өте мықты код жазады, өте андай күрделі былайша айтқанда тапсырмаларды орындай алады. Тағы бір мысал ретінде өзімізді алайық. Біз не арқылы ойланамыз? Біз миымыз арқылы ойланамыз, иә? Қалған қолымыз, аяғымыз, көзіміз, құлағымыздың барлығын осы ми арқылы басқарамыз. Дәл осы секілді CloudCode дегеніміз бұл біздің қолымыз, аяғымыз, көзіміз, ал ішіндегі модельдер ойланатын. Бұл былайша айтқанда ми. Сіз өзіңіздің кез келген тапсырмаңызға дәл осы модельдерді қолданып жұмыс жасата аласыз. Практика жүзінде сіздерге түсіндіргім келіп тұр. Қараңыздар, бұл Cloud'тың өзінің официальный қосымшасы, приложениясы. Бұл жерде дәл осы ChatGPT секілді чат, былайша айтқанда, осы жерге өздеріңіздің сұрақтарыңызды қоясыз и керек сұрақтарыңыздың жауабын ала аласыздар. Ал мына жердегі батырма ол код деп аталады. Жаңағыда айтып отырған CloudCode дәл осы батырманы басып іске қоса аласыздар. Дәл осы жерге, мысалы, кез келген сайт жасау керек болса, стоматологияға, мысалы, өзіңіздің бір стоматологияңыз бар, маған стоматология сайт керек болатын болса, осы жерге сайтыңыздың барлық промптын жазасыз, AI өзі былайша айтқанда CloudCode өзі код жазып береді. Осы жерде қарап тұр, жаңағы түсіндірген нәрселерім модельдер, иә. Бұл жерде Fable, Opus, Sonnet модельдері осы жерде тұр. Керек өзіңізге тапсырмаңызға арналған модельді таңдайсыз и өзіңізге керекті былайша айтқанда сұрағыңызды немесе тапсырмаңызды беріп, нақты нәтижені ала аласыздар. Енді қорытындылайтын болсақ, біз модель дегеніміз ми екенін түсіндік. Корпус дегеніміз ол қолдар немесе аяқтар, иә. Бір инструмент жеткілікті негізі қазіргі кезде. Яғни дәл қазіргі кезде сіз егер вайб кодингпен айналысам, осы салаға кірем деген секілді ойыңыз қалыптасып отырса, CloudCode деген жаңағы қосымшаны жүктеп алсаңыз, сол сізге 90% сіздің тапсырмаларыңызды орындауға жеткілікті. Басқа программаларды енгізудің ешқандай қажеттілігі жоқ. Ал енді вайб кодингпен қандай өнімдерді шығаруға болатынын мен бөлсейін. Қараңыздар, не жасауға болады? Өте көп нәрсе жасауға болады негізі. Кез келген кодпен жасалатын нәрсенің барлығын вайб кодинг арқылы жасауға болады. Көбісі ойлап жүр, вайб кодинг бұл өтірік нәрсе деген секілді. Бірақ егер де сіз осы вайб кодингке кіріп, CloudCode'ты бір-екі рет пайдаланып көргеннен кейін сіз өзіңіздің көзіңіз жетеді. Бұл былайша айтқанда өте бір мықты құрал екеніне. Вайб кодинг арқылы қазіргі кезде лендинг сайттар жасауға болады 1-2 күнде, веб приложениялар жасауға болады, дэшбордтар, AI агенттер, сіздің күнделікті рутинаңыздағы жүрген
тапсырмаларды, күнделікті рутинада жүрген әрекеттеріңізді осы AI агенттің өзі жасай алады. Просто вайб кодинг арқылы AI агентті өзіңіз құрып, тапсырма беріп көрсеңіз, өте былайша айтқанда мықты құрал. Әртүрлі Telegram, WhatsApp-қа арналған боттар, агенттер жасауға болады, автоматизациялар. Қазіргі кезде өте көп кәсіптер өздеріне искусственный интеллект арқылы автоматизациялар жасап жатыр. И қазіргі кезде вайб кодингтің былайша айтқанда көмегімен сіз басқа бір кәсіптерге, немесе өзіңіздің кәсібіңіз болса, әртүрлі автоматизацияларды енгізіп, шығынды азайтсаңыз болады, және де уақытыңызды үнемдесеңіз болады. Мысал ретінде алатын болсақ, мысалы бір шаштараз бар, и клиенттер шаштаразға жазады, мен сағат 2-ге жаңағыдай бір запись қойын деп едім деген секілді. Қазіргі кезде көп жаңағыдай WhatsApp-та тірі адамдар отырады. Бірақ осы чатқа мысалы ботты енгізіп қоятын болсаңыз, 24/7 клиент мысалы жазған кезде сразу жауап беретін осындай боттарды жасауға болады. 3 күн жұмыс уақытын алады бұндай боттарды жасау. 2-3 күн. Жалпы нарықта 150 мың 200 мың теңгеге сатылады бұндай боттар. Мысалы салонға бір лендинг сайт керек болатын болса, 2 күнде жасалады, 100 мың теңгедей тұрады. Дәл осылай сіз былайша айтқанда, егер вайб кодингпен табыс тапқың келеді деген секілді ойыңыз болатын болса, осындай сайттарды, боттарды, дэшборд, веб-приложенияларды басқа бір кәсіптерге енгізу арқылы, соларға сату арқылы өзіңіз айына бір 500 мың, 1 миллион теңге көлемінде табыс таба аласыз. Және де дәл осы өнімдерді, яғни лендинг сайттардың барлығын 2026 жылы бір адам ғана жасай алады. Ешқандай командасыз, ешқандай код жазудың қажеттілігі жоқ. Дәл осы слайдпен бір өте маңызды оймен бөліскім келіп тұр. Қараңыздар, код жазуды білу қазіргі кезде міндетті емес. Продукттың қалай жасалатын жүйесін білу міндетті. Яғни жаңағыдай айтқандағыдай, бүкіл код жазу, технический частьтің барлығын искусственный интеллекттің өзіне алады. Сіз тек қалай жасалу керектігін, системасын білсеңіз жеткілікті. Мысалы, белгілі бір веб-приложение жасау үшін, ол примерно бір толықтай жасап бітіру үшін 1 ай уақыт кетеді. Толыққанда бір қосымшаны жасау үшін. Оның сіз қалай код жазуын білуіңіздің маңыздылығы жоқ. Сізге тек сол приложение қалай жасалатын нақты қадамдарын, этаптарын білсеңіз жеткілікті. Мысал ретінде кез келген приложенияның фронт-энд және де бэк-энд деген нәрселер бар, яғни беткі жағы және артқы жағы деген секілді. Дәл осы фронт-энд пен бэк-энд осы екі нәрсенің қалай жасалатынын, неден кейін нені жасау керектігін сіз білуіңіз керек, яғни осы системаны сіз білуіңіз керек. Не үшін бұл өте маңызды? Өйткені жүйені немесе дұрыс қадамдарды білмеген адам AI-ға сайт жаса дейді де шала нәрсе алады, дұрыс емес сайтты алады. Сосын вайб кодинг жұмыс істемейді деп кетіп қалады. Жүйені білген адам AI-ға қадам-қадаммен жетелейді AI-ді және дайын сапалы продукт алады. Айырмашылық осында. Әр продукттың өз қадамдары бар. Сайттың өзінің қадамдары бар, жасалу керек, приложенияның өзінің қадамдары бар. Жақсы жаңалық, қадамдарды, жаңағы жүйені үйрену, кодты үйренуге қарағанда 10 есе оңай және 10 есе тез. Мысалы, сіз кодты үйрену үшін 4-5 жыл уақыт кететін болса, сіз мына жүйені үйрену үшін 1 ай ғана уақыт жеткілікті. Жалпы осы нарықта, яғни вайб кодинг арқылы қанша табыс табуға болады? Нарықтағы өнімдер қанша тұратынын айтып кетейін. Лендинг сайттар қазіргі кезде өте қарапайым лендингтер, жаңадай бір 2 сағаттың, 1 сағаттың көлемінде жасалатын лендингтер 50 мың теңге мен 300 мың теңгенің арасында тұрады. Чатботтар 100 мың мен 300 мың, дэшбордтар 150 мың мен 500 мың теңге, әртүрлі кәсіптерге керек автоматизациялар 150 мың мен 500 мың теңгенің арасында. AI агенттер 200 мың мен 800 мың, веб-приложениялар 500 мың мен 1,5 миллион, 2 миллион, 3 миллион теңгеге дейін кете береді. Қарапайым математикамен алатын болсақ, сіз айына 2 лендинг жасап отырсаңыз, 100 мың теңге мен 600 мың теңге көлемінде табыс таба аласыз. Ал егер айына 1 агент жасап отыратын болсаңыз, 200 мың мен 800 мың теңге аралығында табыс таба аласыз. Енді қараңыздар, негізінде бұл бағалар бір қатып қалған баға емес, бұл бастапқы кездегі сіздің былайша айтқанда ұсынатын бағаларыңыз. Негізі вайб кодинг саласында өзіңіз тәжірибе жинап, күнделікті жаңағыдай бір 2 сағат, 3 сағат уақытыңызды бөліп, үйреніп, қолыңызды жаттықтыратын болсаңыз, және де сол жүйені, жаңағы айтқан жүйені толықтай меңгеретін болсаңыз, сіз жарты жылдың көлемінде кемі бір 1 миллион теңге, 2 миллион теңге табысқа шыға аласыз. Ал егер сіз кәсіпкер болсаңыз, немесе бір фриланстағы маман болатын болсаңыз, мен вайб кодингпен табыс таппаймын, вайб кодингті өзімнің бір проекттеріме, өзімнің кәсібіме енгіземін дейтін болсаңыз, тоже өзіңіздің кәсібіңіздегі әртүрлі расходтарды, әртүрлі шығындарды азайтып, өзіңіздің уақытыңызды тиімді пайдалана аласыз. Және де дәл осы жерде өте маңызды нәрселерді айта кетейін. То, что нарық енді қалыптасып жатыр, сұраныс өсуде, жасай алатын адам аз, ерте кірген адамдар ұтады. Яғни қазірден бастап вайб кодинг саласына өзіңіздің уақытыңызды бөлетін болсаңыз, былайша айтқанда алдағы бір жарты жылдықтың көлемінде, 1 жылдықтың көлемінде сіз уже таптырмас маман боласыз.
Достар, тағы бір мысал, өзіме вайп кодинг арқылы осындай 3 агент жасап алдым. Ең бірінші Хомер. Бұл менің программист агентім. Яғни маған код жазып беретін агент. Келесі бұл Алма, ассистент. Бұл менің күнделікті, былайша айтқанда, пландарымды, мысалы қараңыздар, міне план 2026-07, яғни қазір видео түсіріліп отырған уақыт. Бүгінге топ 3, былайша айтқанда, менің тапсырмаларым. Міне YouTube ролик снять, что такое вайп-кодинг деген секілді маған тапсырмалар жазып беріп отырады. Таңертең сағат 8-де. Көріп тұрсыздар ма? Одан кейін күнде сағат таңертең, мен бұны сұрамаймын, күнделікті солай жасап қойғам өзім. 9-да маған бойынша күнделікті жаңалықтарды маған шығарып беріп отыр. Көрдіңіздер ма? Күнде осылай маған жұмыс жасайды. Вечерный чекин деп тұр, яғни күнде кешке қарай сағат 21:00-де что сделал сегодня, яғни бүгін не істедің деген секілді маған сұрақ қойып отыр да. Мен просто голосовоймен жазып жіберемін. Бүгін мен YouTube түсірдім, міне монтажда қазір, ана проект бойынша мен мына жұмысты бітірдім, тағы да басқа үйге продукт алдым деген секілді. Маған бүкіл пландарым барлығын осылай жазып беріп отырады. Одан кейін мен маркетолог деген агентім, бұл былайша айтқанда өзі аты айтып тұр, менің контентім, рилстарым, YouTube, бүкіл маркетингке қатысты жұмыстардың барлығын осы агент жұмыс жасайды. Мысалы, мына жерде қараңыздар, менде мысалы рилстар салам, рилстан келген адамдардың барлық, мысалы менде деген кодовый словомен 82 адам келген, 40-ы Telegram каналға өтті деп тұр. Осындай маған күнделікті отчет жасап беріп отырады. Қараңыздар, готово босс деп қояды мені. Дәл осындай, сенде бүгін 102 адам кодовый слово жазған, оның 54-і, мына жерде көріп тұрсыздар ма, 54-і былайша айтқанда Telegram каналға өтті деген секілді маған күнделікті осындай отчет жазып беріп отырады. Және де қараңыздар, жаңағы Алма ассистент маған жаңалықтар жібереді ғой. Сол жаңалықтар бойынша күнделікті маған 5 рилс шығарып беріп отырады. OpenAI выпустил Presence деген секілді өзінің хукымен, міне көріп тұрсыздар ма, основа, хук, call to action деген секілді кәдімгідей бөліп маған сценарий жазып беріп отыр да. Дәл осындай, былайша айтқанда, агенттер тапсырмаларды орындай алады. Мен бұның тек бір агенттердің жасап отырған тапсырмаларын бір 2%-ын көрсетіп отырмын қазір. Негізі өте көп нәрселер жасап бере алады. Телеграмдағы агенттердің бір жақсысы, бұл жерде сіз ноутбукты қолыңызға алып жүрудің қажеттілігі жоқ. Бұл агенттер 24/7. Мысалы, мен ноутбугымды қазір жауып тастайтын болсам, бұл агенттер жұмыс жасай береді. 24/7 мен кез келген жерде, мысалы, қыдырып демалып жүрсем, агенттерге тапсырма беріп, былайша айтқанда жұмысты агенттер жасай береді. Достар, енді сіздерге Cloud Code-тың қанша тұратынын айтып өтейін. Негізі бұл программа бесплатно емес, яғни тегін емес, бұл ақылы. Өйткені бұндай мүмкіншілік беретін программалар бесплатно болмайды, яғни тегін болмайды. Қараңыздар, жалпы негізі 3 пакет бар. Бұл жерде бірінші пакет көрсетілмеген, яғни free деген, яғни бесплатный пакеті бар. Бесплатный пакетінде сіз код жаза алмайсыз, вайп-кодингпен айналыса алмайсыз. Тек қана чатқа, жаңағыдай чат GPT-ге жазған секілді, кез келген өзіңіздің тұрмыстық бір сұрақтарыңызды қоя аласыз. Екінші пакет, бұл Pro деген пакет бар. Яғни бұл уже $17 тұрады. Monthly, яғни ай сайын бөліп төлейтін болсаңыз, бөліп төлемес, ай сайын төлейтін болсаңыз $20 келеді. Осы Pro мен сіз уже былайша айтқанда Cloud Code-ды пайдалана аласыз. Мына жерде көріп тұрсақ, Cloud Code Directly деп тұр. Cloud Cowork бар бұл жерде, Cloud Design бар, яғни барлық Cloud-тың барлық функцияларымен қолдана аласыз. Бірақ бұл жерде лимит деген нәрсе бар, яғни токен, өте аз токен береді, $20 алатын болсаңыздар. Ең бірінші сіздерге кеңес берем, $20 бірінші алып, Cloud Code-ды өзіңіз тексеріп көріңіз. Әртүрлі бір тапсырмалар беріп көріңіз. Егер ары қарай ұнап, вайп-кодингпен мен айналысам, бұл саланы ары қарай мен дамытам деген секілді ойыңыз болатын болса, онда сіз Max-ты алсаңыз болады. Max уже айына $100 тұрады. Бұл жерде уже өте көп токен береді. Сіз былайша айтқанда емін-еркін жұмыс жасай аласыз. Мен дәл осы пакетті қолданам, $100 менің ойымша бұл құралға өте аз деп ойлаймын. Өйткені мен ай сайын егер программисттерге немесе тағы басқаларға ақша беретін болсам, $100 емес, мен оларға кемі бір $1000, $5000 ақша жұмсайтын едім. Сондықтан да $100 өте тұрарлық деп ойлаймын. Достар, егерде осы видеоны қарап отырып, вайп-кодингпен айналысу керек екен, ары қарай осы саламен дамығым келеді деген секілді бір ой қалыптасып жатырса, мен сіздерге AI Start деген вайп-кодинг курсын ұсынам. Қараңыздар, бұл курс жалпы кімдерге арналған? Ең бірінші бұл қарапайым адамдарға арналған. Мен осы вайп-кодинг арқылы табыс тапқым келеді. Басқа бір кәсіптерге немесе бір басқа адамдарға вайп-кодинг арқылы әртүрлі өнімдерді сатып, әртүрлі қызметтерді көрсетіп табыс тапқым келеді деген секілді ой қалыптасатын болса, онда дәл осы курс сіздерге арналады. Екінші, егер сіз кәсіпкер болатын болсаңыз, осы вайп-кодинг арқылы өзімнің кәсібіме әртүрлі бір өнімдерді енгізем деген секілді ой келетін болса, тоже осы курс кәсіпкерлерге арналады. Ал егер де сіз фрилансер болатын болсаңыз, жаңағыдай контент мейкер, SMM сіздерге өте қажет,
өйткені маркетингке қатысты бұл жерде өте көп нәрселер жасауға болады, тоже сіздерге былайша айтқанда арналады. Жалпы негізі бұл курс 4 аптаға созылады, 1 айға. Бірінші аптада біз кіріспе, яғни вайп-кодинг әлеміне қадам басамыз. Бұл жерде біз клауд-кодтың настройкасы, клауд-кодты яғни өзімізге устанавливать етеміз, бүкіл практикалық жұмыстардың барлығын орындаймыз, және де уже жұмысқа дайын боламыз бірінші аптада. Екінші аптада уже продукттың методологиясы, яғни жаңағыда айтқандағыдай әртүрлі лендингтар, дэшбордтар, приложение, агенттерді қалай создавать етудің толыққанды жүйесін қадам-қадамымен толықтай өздеріңізге алатын боласыздар. Және де екінші аптаның нәтижесінде сізде өзі дайын, былайша айтқанда, өнім болады. Үшінші апта бұл агенттер мен боттар, жаңағыдай менікіндегідей әртүрлі агенттерден құралған бір жүйені қалыптастыра аласыздар. Және де үшінші аптаның нәтижесінде өзіңізде уже жұмыс жасайтын, Телеграмда жұмыс жасайтын жаңағыдай агент қалыптасатын болады. Төртінші апта бұл портфолио және бірінші клиент. Яғни төртінші аптада біз уже барлық жұмысты ысырып клиент іздеумен айналысамыз. Мен сіздерге жалпы өзімнің 5 жылдағы маркетингтағы бүкіл опытыммен бөлсем, қалай клиент табу керек, қалай клиенттермен сөйлесу керек, қалай клиенттерге өзіңіздің өніміңізді сата алуыңыз керек, қалай клиентке проектіні өткізесіз, соның барлығын осы 4-ші аптада былайша айтқанда үйренетін боласыз, және де өзіңіздің портфолиоңызды, яғни клиентке көрсететін портфолиоңызды дайындайтын боласыз. Жалпы бізде 32 сабақ, бұл курс апта сайын тірі эфир деп қойған. Енді бұны маған агентім жасап берді, бұл слайдты поэтому тірі эфир деп қойған. Живой эфир деген сөз ғой. Одан кейін жеке кураторларыңыз болады, өзіңіздің барлық сұрақтарыңызға жауап беріп отыратын, және де 1 жылға доступ, яғни бұл кәдімгі бір сабақты аласыз, осы курсты 1 жылға доступты алатын боласыз. Және де сіздерге бір кепілдік ұсынуым келіп тұр, яғни бірінші аптадан кейін курсты көріп отырсыз, ұнамай қалған жағдайда сізге ақшаңызды толық қайтаратын боламыз. Сондықтан да сізде тәуекел жоқ. Курстан кейін сіздің қолыңызда уже дайын портфолио болады, бірінші клиент, жұмыс істейтін система. Яғни сізде уже былайша айтқанда 4 аптадан кейін нақты бір клиент болады сізде, уже ақша төлейтін. Одан кейін жұмыс жасайтын нақты система болады. Содан кейін дайын портфолиомен былайша айтқанда осы курсты аяқтайтын боласыздар. Енді қараңыздар, курс туралы толық ақпаратты қайдан аламыз деген сұрақ пайда болатын болса, осы видеоның астында описание деген бөлімде, қараңыздар, осы төменге түсіресіз, егер телефонмен қарап отырсаңыз, и осы описание деген бөлімде вайп-кодинг курсына тіркелу сілтемемен өтіңіз деген сілтеме тұр. Осы сілтемеге басасыздар. Дәл осындай сайтқа сізді апарады. Сайт, қосымша, AI-агент, автоматизация бәрін өзің жасай аласың деген секілді. Дәл осындай сайтпен таныссаңыз болады. Бұл жерде бүкіл қай аптада қанша сабақ бар, не бар, барлығы нәтижелері барлығы жазылған. Қандай нәтиже аласыз, мен туралы ақпарат. Мына жерде өзіңіздің атыңызды жазасыз, телефон номеріңіз, Instagram никіңізді обязательно қалдырып кетіңіздер. Дәл осы ақпараттарды қалдырғаннан кейін сізге дайректке мен өзім жеке жазатын болам. Сол жерде сізбен жеке сөйлесем, сізге разбор жасайым, сіздің сұрақтарыңызға барлығына жауап беріп, одан кейін уже төлем жасау, былайша айтқанда сілтемесін жіберетін болам. Так, достар, вайп-кодинг туралы бір кішігірім ақпарат алдыңыздар деген ойдамын. Егер де вайп-кодингпен ары қарай айналысам дейтін болсаңыздар, астындағы описанияға өтіп, курсқа тіркелсеңіздер болады. Курсымыз бұйырса алдағы уақытта басталады. Сайтқа өзіңіздің Instagram аккаунтыңызды қалдыратын болсаңыз, сізге өзім жеке дайректке шығатын болам, Instagramдағы. Сол жерде бүкіл сұрақтарыңызға жауап беретін боламын. Маған дайректке өзіңіз де жаза берсеңіз болады, сұрақтарыңызды қойып, мен дайректте тез арада жауап берем. Сондықтан да достар, видео ұнады деген сенімдемін. Егер де ұнаған болса, комментарий жаза кетіңіз, лайк қойып кетіңіз, достарыңызбен бөлісе кетіңіз. Келесі видеоларда кездескенше барлықтарыңызға рахмет.